Қазіргі таңдағы қазақ еліндегі ең үлкен мәселе, ең өзекті мәселе ол қайткенде қазақ болып қаламыз. Қайткенде қазақтығымызды жоғалтпаймыз. Оны жаңа деңгейде, жаңа заманда қалай әрі қарай жалғастырамыз деген мәселе. Бұл бір қарағанда біздің тіл біліміне тікелей қатысы жоқ сияқты. Ал шын мәнінде соның танытудың, соны іске асырудың негізгі бірден бір өзекті құралы ол елбасымыздың өзі атап өткендей, ол тек қана тіл құралы арқылы ғана іске асады, ахаңдар айтып кеткендей. Сондықтан жалпы әлі бастаған үлкендер, олардан кейінгі біздер де көріп қалдық, талай елімізде совет заманында да талай саяси науқандар болған, талай ұрандар көтерілген. Ол науқан күйінде уақытша қалып қоятын, халықтың жанына жетпейтін. Енді осы мына рухани жаңғыру деген саясат, бұл саясат өте болады. Мысалы, қазір идеология жоқ дейміз, сол идеологияның орнын басатын үлкен бір идеологиялық саясат, рухани саясат, бұл рухани жаңғыру бағдары. Бұл шын мәніндегі әрбір қазақтың қаны бар қазақтың санасынан, жүрегінен үндестік тапқан, қолдау тапқан, рухын көтеретін бағдар болды. Енді осы рухани жаңғыру бағдарындағы негізгі соны іске асырушы, рухани жаңғыруды іске асырушы негізгі тетік құрал ол латын қарпі деп белгіленіп, соған байланысты міне қазір үлкен мәселе көтеріліп жатыр. Сондықтан да мына латын қарпіне көшу мәселесін оны ол саясаттан, елдің тұтас саясатынан қазіргі таңдағы бөліп алып қарауға болмайды. Бұл мәселенің өзектілігінің өзі де осы. Бір қарағанда бұл бір практикалық мәселе сияқты болып көрінеді, ал бірақ шын мәніндегі жазу мәселесі ешқашанда ол таза практикалық мәселе емес. Мүмкін сол жазуымыздың кейбір кемшіліктері, жетпей жатқан тұстары, сол біздің тек қана оның практикалық жағына ғана көңіл бөліп, оның ішкі заңдылықтан туындайтын теориялық тамырларына мән бермеуімізден болып жатқан шығар. Ал қазіргі заманда, енді өздеріңіз білесіздер, мен ылғи айтып жүремін, осы мәселеден тыс жүруге тырысып, мен маман емеспін, мен бұны білмеймін, мен бұны дұрыс түсінбеймін деп ылғи қашып жүретінмін. Себебі филолог ретінде енді әрине жалпы білем ғой, бірақ та дегенмен де осы менің өзімнің ойым әрбір нәрсені сол маман істеу керек. Маман өзінің пікірін айту керек, соңғы сөзді маман айту керек деген пікір. Ал менің негізгі айналысып, соңғы кезде айналысып жүрген мәселем әрине мына қазақтың танымына байланысты. Қазақтың танымын білдіретін тілдік бейне, соған байланысты ғой. Осы тұрғыда мен енді сол кезде қаншама сіздердің әлекеңдер бастаған, әлекеңдер бастаған осы жиындарыңызға, талқылауларына қатысып жүргенде көп нәрсені түсіне бастадым басқаша. Менің ойымша бұл мәселе ұлт танымына тікелей қатысы бар екен. Демек, сол мәселеге шамасы келгенше білуге тырысып, ізденіп жүрген маған да қатысы бар деген тоқтамға келдім. Оны қалай деп түсінуге болады? Мысалы, ең бірінші қазақтың қазақтылығын сақтайтын нәрсе, оның мысалы тілі десек, ол адамды адам қылып тұрған, қазақты қазақ қылып тұрған, оның тілі соның ең басындағы дыбыстық жүйесі. Әлекеңдердің жырлар, басқа да шәкірттерінің айтып жүргені шында да түсінуге болады. Төл тілдік дыбыстық үндесім, дыбыстық әуезділік таза қазаққа тән бұзылды. Енді осы рухани жаңғыру саясатын пайдаланып, қайтадан осы латын әліпбиін пайдаланып құрал ретінде сол төл дыбыстық әуезділігімізді қайтарайық деп ахаңдар бастап, кейін енді жаңағыдай жағдайларға байланысты олардың барлығымен тамырын үзіп тастады ғой. Сол үзілген тамырды қайтадан сабағын жалғап, мына жаңа заманда қайтадан соны қалпына келтірейік, шын мәнінде жаңғыртайық деген идеяларын, ойларын, армандарын әбден түсінуге болады. Бірақ осыған менің ойымша бір пікірімді айта кеткім келеді.
бір қарағанда біздің қазір осы мәселеге байланысты екі түрлі шартты топ бар сияқты, пікірлері екі түрлі сияқты. Бірақ сайып келгенде мен ойлаймын, бұл екі топтың да тамыры бәрібір бір сабақтасып жатыр. Екеуінің де ойлары бір. Бірақ та сол екінші топ мына адамның санасы, психологиясы деген мәселе, ол өте күрделі мәселе. Біз 70-80 жыл бойы жаңағы орыстық, дыбыстық әуезділіктің, сол орыстың дыбыс әлемінің ішінде өмір сүріп, кәдімгі таза орысша терминдерді күнде қолданып, соның орысша екеніне тіпті мән бермей, әбден өзіміздің бір қазақ сөзіміз сияқты қалыптасып кеткенбіз. Соны енді бірден өзгерту, бірден сындыру, ол әрине қиын, және ол мүмкін де емес. Сондықтан да мен ойлаймын, жаңағы екінші топтың негізгі уәждері осы жағына, олар қоғам қалай қабылдайды, психологиялық тұрғыдан қандай, тек қана тілшілер емес, тілді түсінетін адамдар емес, соны қалай қабылдайды деген мәселе оларды алаңдататын болып, соны ескеріп отырып, сондай бір өздерінің пікірлерін аңдап, кішкене сондай жаңағы ұстанымдарға кішкене кейбіршелерді сақтап, бірден 100% нетіп кетпейді деп ойлаймын. Түбінде бәрібір біз шын мәнінде де жаңағы таратып жазу дейміз, кәдімгі қазақы өзіміздің дыбыстық немізге бәрібір келеміз ғой деп ойлаймын. Енді мына латын әліпбиіне байланысты сол танымдық тұрғыдан ол ең бірінші адамның санасында, тілдік санасында орнықпай, тілдік санасында өз орнын таппай, ол сыртқа да шықпай, сыртқы бейнесі де дұрыс болмайды. Сондықтан бізде әрине тап бүгінгі таңда бұл латын әліпбиі проблемасына байланысты оның когнитивтік астарлары, оның тілдік санамен байланысты зерттеу, тілдік санадағы құрылым, тілдік терең құрылымдардағы астарларын ашу арқылы барып түсіндіру деген мәселе ол бізде әлі басталған жоқ. Ол өте қиын мәселе бұған бару. Бірақ та болашақта бұған барамыз ғой деп ойлаймын. Сондықтан да мен маман емес, жалпы танымдық тұрғыдан тілдің әсіресе этнолексикалық деңгейде қарап жүрген маман ретінде, енді осыған байланысты өзімнің кейбір ойларымды сіздерге осы латын әліпбиіне қатысты айтқым келеді. Яғни, осымен байланысты ғаламның тілдік бейнесін тіл мен мәдениет тұрғысында түзетін лингвокультуремалар дейміз қазір. Танымдық ақпараттық құрал ретінде қазақ тілінің этнолексикалық қорын құрайды. Өздерін жақсы білесіздер. Осындай тілдік қазынаны қазіргі рухани әлеуметтік сұранысқа сай, қазіргі қазақ қоғамның игілігіне айналдыруға және рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыруға үлкен жол ашатын олардың латын жазу арқылы дұрыс, сауатты лингва таңбалануы. Яғни көрсетілген қазіргі мемлекеттік тіл мәртебесіндегі қазақ тілінің жаңағы саяси фактор ретінде, әлеуметтік лингвистикалық фактор ретінде, демографиялық фактор ретінде, тарихи рухани фактор ретіндегі қызметін жан-жақты іске асыру үшін бүгінгі қоғамда санадағы, қоғамдық болмыстағы осы өзгерістердің даму болашағын айқындау үшін тілдік және жазбаша рефлексияның сабақтастығына ерекше мән берілу керек. Яғни, жалпы біздер қабылдағанда, психологиялық тұрғыдан, біздер көбіне визуалды түрде көреміз және жазба түрінде қалай жазылады, оқылуын былай болғанда. Бұл өте маңызды нәрсе. Сондықтан да жазбаша рефлексияға мән берілу керек. Атап айтқанда, ілгері дәстүрлі зерттеулерді заманауи қоғам сұранысына сәйкес тиімді жауап бере алатын антропоцентристік бағыттағы күрделі де кешенді зерттеулермен байланыстыру қазіргі тіл білімінің инновациялық сипатын айқындайды. Яғни біздер бұрынғы таптаурын, оның көбінесе практикалық жағына мән берген әдістемелік негізден гөрі қазір енді антропоөзектік бағыт қалыптасып жатыр ғой. Міне осы антропоөзектік бағытты осы мәселеге қатысты да сол негізде қарауымыз керек.
Осымен байланысты қазақ тіл біліміндегі қазақ жазуының теориялық негіздерін арнайы зерттеген ғалымдар, мысалы орыс тіл білімінде болсын, жалпы тіл білімінде болсын, мынадай ұғымдарды атап өтеді екен. Графикалық портрет, яғни көз алдына елестету, графикалық ойлау жүйесі, жазу нормасы деген ұғымдар бұл өте өзекті. Міне осы ұғымдарға мән беру керек. Сондықтан да бұл арада таным және соған тоғысқан лингвокультуремалардың, яғни лингвокультурема дегеніміз қазіргі біз мына қазақ болып тәуелсіздік кезеңіндегі сөйтіп жатқан санамыз жаңғырып, рухымыз жаңғырып жатқан тұста бізде мына тіл мен мәдениет сабақтастығы өте өзектеліп жатыр ғой. Сонда тілдік бейне және жазба бейне осының екеуінің сәйкестігін таңбалау бұл өзекті мәселе деп ойлаймын. Демек, қазіргі заманда қазақ тіл білімінде осы мәселеге қатысты тілдің екі түрлі негізгі қызметін сабақтастыра, тоғыстыра қарау керек. Ол тілдің когнитивтік қызметі және тілдің коммуникативтік қызметі. Себебі тек қана коммуникативтік қызметіне аса мән берсек, оның когнитивтік қызметіне назар аударылмаса, ол бізді мақсатымызға жеткізбейді. Коммуникативтік қызмет сол когнитивтік қызметінен туындап, соған сүйеніп, тамырын содан сабақтастыру керек. Сондықтан да осы бағыттағы іске асыруды негізге сүйенетін тірек бұл Қазақстанның жаңа рухани әлеуметтік даму деңгейіне сәйкес ұлттық сананың ерекшеліктерін жаһанданудың бәсекелестік сипатына ілесе алатын латын жазу арқылы тілдік таңбалау. Міне осыған байланысты мен енді өзімнің қарастырып жүрген негізгі объектілеріме қатысты айтамын. Көбінесе мына лексика, оның ішінде этнолексика, этнографизмдер, лингвокультуремалар. Лингвокультурема дегенде жаңағы енді материалдық және тұрмыстық мәдениетке байланысты. Лингвоетанымдық, этноматерленген сөздер, солардың бәріне байланысты жаһандану заманында ұлт пен тіл сабақтастығын қатысты осындай атаулар бұл кәдімгі рухани жаңғырудың көзі. Бірақ оны тек қана лексикалық тұрғыдан ғана танып түсіну, оның тек қана лингвомәдени лексикологиялық көзін ашу, кодын ашу, ол жеткіліксіз. Енді өмір бізде мына көше, мемлекеттік тіл ретінде қызмет қоғамдағы барлық саладағы сол қызметте бұл да тілді тұтынушы тұлға, ол тек тілді тұтынушы ғана емес, ол белгілі бір этностың тіл арқылы таңбаланатын мәдениетін танып, игеруші. Қайткенде біз қазақ мәдениетін игерген, қазақша сөйлей алатын, қазақша дұрыс сауатты жаза алатын тілдік тұтынушыны қалай тәрбиелеуіміз керек? Осындағы құрал жаңағы латын әліпби десек, жаңағы ұлт пен тіл, ұлт пен таным сабақтастығы әрқашанда соның негізін құрауы тиіс. Мысалы, осыған байланысты жалпы есімдер, топонимдер, жаңағы қыздархандар айтып жатқан, әсіресе бұлардың тіпті басқа жағын былай оғанда стратегиялық мәні бар. Бұларды осы латын жазу талабына сай дұрыс таңбалау, ол жай практикалық мәселе емес. Оларды күнге анарды жазып қойғанда немесе жаңағы жерлердің аттарын, көшелердің аттарын күнбе-күн біз көзімізбен жазуын көргенде визуалды түрде, ол біздің тілдік санамызға, ұлттық танымдық санамызға әсер етіп, яғни сол арқылы, жазу арқылы біз жаңағы ұлттық рухымызды тәрбиелейміз. Міне сондықтан да жазба бейнені қалыптастыру, ұлттық танымдық негізде бұл аса өзекті мәселе. Демек, жазу мәдениеті бұл тілдік қоғамдық әлеуметтік қызметімен және қоғамдық сана мәдениетінің дамуымен тікелей байланысты және нақты тілдік қолданыстың аясы. Ел өміріндегі саяси әлеуметтік жаңарулармен қатар тіл арқылы қора көпшіліктің қоғамдық қарым-қатынасының сапасын арттыру, сауатты сөйлеу және сауатты жазу, тек қана сауатты сөйлеуге жеткіліксіз. Сауатты жазу мәселелерін реттеу, жолға қою мәселелері шешілетін белгілі. Сондықтан да бұл мәселе қоғамдағы түбегейлі өзгерістерге байланысты. Жеке тұлғаның тілдік санасында жаңғыру үрдісін қазақ сөзінің төл бөлінісімен тану, оның жазба бейнесімен тамырлас болуымен сабақтас қалыптасады. Енді
тілдің қызметі мен әлеуетін бүгінгі күннің қоғамдық, әлеуметтік және рухани мәдени даму контекстінде айқындау, оны рухани жаңғырудың бір бөлшегі ретінде жаңа үрдісті таңбалаудың қажеттілігін көрсетіп отыр. Жаңаша таңбалаудың. Бұл мәселенің ғылыми дәйекті өзегі және ғылыми әдістемелік негізі қазақ тіл біліміндегі тіл арқылы адам санасында қалыптасқан танымдық қорды және тіл арқылы бойға сіңген рухани құндылықтар жүйесін зерттеуге бет бұрған қазіргі тіл білімінің адам танымдық, яғни антропоөзектік бағытында. Яғни біз жаңағы қазақы тәрбиені сіңіру үшін осындай жан-жақты, соның ішіндегі жазу бейнесі арқылы қалыптастыруды өзектеп отырмыз. Енді бірінші берші. Енді сіздер білесіздер, мен компьютерді білмеймін, слайд жасай алмаймын. Кейбіреулердің енді қазір біледі. Егер мен Фаузия подругам сияқты күшті болып, соның барлығын немен етсем, осы айтып тұрғандарымды ауызша андаймен көрсетсем, әрине ол өте нақты түрде болар еді. Бірақ та жаңағы айтып тұрғанымның барлығы, мен көбінесе айтып тұрмын ғой, жаңа танымға байланысты, этнотанымға байланысты, соны жазуға, таңбалауға байланысты. Бұл жай тек қана этнолексиканы зерттеудің мәселесі емес. Бұл айналып келгенде ұлттық рухты көтерудің, жаңа рухани жаңғырудың тетігінің бірі, негізгі мәселесі осындай біздің қазынамызда, тілдік қазынамызда, ұлттың тілдік санасының қазынасында тұрған нәрселерді шығару және соны жаңаша таңбалау. Сол тұрғыдан алып қарағанда мен латынша жазуын берген жоқпын. Қараңыздар, бізді өздеріңіз білесіздер ғой, әуелде жабайы халық, мәдениеті жоқ, қалыптаспаған, революциядан кейін барып сауатты болып, киіз үйден шығып деген сияқты сондайға өзімізде сеніп, орыстың арқасында адам болдық деп, әбден сен соған келіп едік қой. Енді қазір соны біз жаңғыртып жатырмыз. Оны жай тілшілер, математиктер сияқты жай айқайлап, уралап айта салмайды, оның бәріне тілдік дәйектер арқылы дәлелдейді. Демек бізде осындай керемет жан-жақты дамыған мәдениетіміз болды. Ол мәдениетті қалыптастыратын біздің ұлттық ешкімге ұқсамайтын өзіндік қана төл танымымыз болды дегеннің дәйектері осы тілдік атауларда. Енді мәселе осыларды жазуға байланысты, оны байланыстырып айтылады. Мен мысалы тек сіздерге көрсеткім келеді. Мысалы, оны бәлен салаға бөліп жіктеп айта беруге болады. Бұны қайдан аламыз дегенде, біріншіден қазақ тілінің, әдеби тілінің 15 томдық сөздігі, сөз жоқ. Рабиға апайдың жаңағы сөздер сөйлегісі, одан кейін Әбекеңнің қазақтар ана тілі әлемінде 3 томдық этнолингвистикалық сөздігі, аймақтық сөздік, содан кейін ұлттық музей жасап шығарған этнографияға байланысты 5 том шықты ғой. Сондағы материалдар, бұның барлығы бізді осы этнотанымды бейнелейтін, біздің рухымызды бейнелейтін, рухымызды осыларды зерттеу арқылы, осыларды қазір жаңаша жазу арқылы дәлелдейтін тілдік фактілер. Ешқандай бұларға дәлелдеудің қажеті жоқ. Сөздің өзі бұларға дәлел. Мысалы, этно-әлеуметтік аталымдарға байланысты, тұрмыстық атауларға байланысты. Бұлардың көбі қазір қолданыстан шығып қалса да, мысалы, көбін тіпті білмейміз. Мысалы, сабау тіс дейді. Сабау тіс деген ол тарақ, бірақ тағыдай біз шашымыз тарайтын тарақ емес, ол жылқының жалын тарайтын тарақ. Ал біздің ата-бабаларымыздың негізгі ата кәсібі мал арқылы оның тұрмысы да өмірі де барлығы қамтамасыз етілді десек, мал шаруашылығы ол жаңағы бұрын нелер айтқандай ол артта қалғанда жабайылық емес, қайта біздің өзіндік мәдениетіміздің негізгі формасы ғой. Сонда олардың күнделікті өміріндегі ең өзекті атаулар. Немесе қару-жараққа байланысты, немесе өсімдік әлемі деген енді ол тұнып тұрған, енді мыңдаған қаншама сөздер. Бұл өсімдік әлемі тек қана биология немесе ботаника, олар ғылым саласы ретінде ғылыми танымды білдірсе, ал
адырабы өзекті тұрғыдан қарағанда олардың кәдімгі біздің ата-бабаларымыздың танымымен күнделікті істеп жатқан кәсібімен, шаруасымен байланысты. Немесе аурудың аттары, неше түрлі аурудың аттары бар. Мысалы, енді екінші ағында көрсетші. Жоқ, бұл термен емес, екінші емес, жаңағы жалғасын. Бірдің жалғасын. Иә, тіпті әлгі мынандай отыр ғой да, Рүстем бар ма? Мысалы, Рүстем зергерлік атауларға байланысты зерттеу жүргізді. Кандидат диссертация қорғады, одан кейін докторлық диссертация қорғады. Бұл шын мәнінде керемет қазақтың мәдениетін көрсететін үлкен тілдік қазына. Соны Рүстем қазақтың тұрмысымен, мәдениетімен, кәсібімен қалай сабақтастырып, таныммен керемет сөздіктер шығарды, еңбектерін жазды, көрсетеді. Сонда жаңағы тіпті басқаны былай оғанда сырғаның өзі, ол тек қана әшекей емес. Ол мифтік таным бойынша адамдарды тіл көзден сақтайтын, адамның назарын соған аударатын, сондайда өзінің киелілік, сондай танымдық мақсаты болған. Осындай деп айта беруге болады. Жаңағы Рүстемнің сол еңбектеріне қараса, қаншама сақинаның, мысалы біз сақина дей саламыз, сақинаның бәлен түрі, оның қандай материалдан жасалғанына байланысты, оны қай уақытта киеді қайсысын. Мысалы, балдақ деген ол ер адамдар тағатын сақина. Немесе сондай қаншама информация. Енді бұл таза менің өзімнің салама қатысты айтылған нәрсе болса, енді бұның когнитивистикада ол адамның ең бірінші санасында бірігу керек, ол ұғым. Егер ол санасында ол ұғым бірігіп, екеуі бірігіп барып, бір нәрсенің атауын білдірсе, олар бірігіп жазылып керек деп ойлаймын. Мысалы, жаңағы мына сөздерді алып қарайық. Енді осыған байланысты ақсақал, қырмасақал, атасақал деген жаңағы сөздіктерде бірге жазылып жүр. Ал енді мынадай бар тағы көбесақал, қауғасақал, қабасақал, күйрек, күйек сақал, көк сақал, өшін сондай. Олар бөлек жазылған. Себебі осыларға мен ойлаймын. Оларда оның демек мына бейнелілік, сипаттаушылық мағынасы бар болғандықта, оларға да тіркес түрінде берілген. Ол да еш келесі тіркестерді. Мысалы, мен жаңағы біріккен атаулармен бірге тіркесті атаулар, этнолексикаға байланысты. Мысалы, бұлар неліктен, кейде мүмкін әлі ойлануға да болатын шығар кейбіреулердің. Немесе, мысалы, мифтік ұғымдар, сосын әртүрлі сөз тіркестері, бірақ та ол тек қана біздің ұлттық тұрмысымызға байланысты кездесетін, кәдімгі қалыптасқан тіркестер жаңағы мысалы. Жаңағы қайда кетті? Сабақ су, сабақ толқу, маялу, сабақ көтару, сабақ қайнату деген сияқты. Мына прецедент атаулар, мынадай әртүрлі тойлардың, мәдени шаралардың аттары. Осының барлығын біздер бөлімде, менен кейін қазір Айгүл жалғастырады, біздер тіркесімділікке байланысты жалпы проекті жасап жатырмыз. Онда бұл мәселелерді негізінен басқаша кеңірек қараймыз. Мен мұнда сіздерге тек көрсету үшін кейбір тек мысалдарды ғана алып келіп тұрмын. Сонда менің айтайын дегенім, жаңағына бірге жазылған дегенде біздің этнографиялық санамызда, біздің этносанамыз, этнографиялығымыз, этносанамызда, біздің танымдық санамызда, олар жаңағыдай санамызда бірігіп тұр. Бірігіп, сондай бір белгілі бір этно ұғымды атау ретінде қалыптасып отыр. Енді осылар қазіргі сөз жасауда, жаңадан да сөздер жасап жатырмыз.
жаңа терминдердің қазақша баламаларын жасап жатырмыз. Сол кезде осындай сөздік сөз жасам үлгіні пайдаланатын тұстарда бар шығар деп ойлаймын. Оның үстіне қазір орфографиялық сөздікті жасап отырмыз. Сол кезде де осы мәселелерді жаңа жазу мәселесі. Енді бір мәселе осылай болса, қазіргі ақпараттар ағымы тасқынында ана тілінің қазынасының рухани мазмұнын ашып, оның қазіргі тілде жаңа сапада жалғасқан коммуникативті қуаты мен қолданыстық әлеуетін көтеретін, көне атаулардың уәждемесін беретін, мәдени құндылыққа ие болу ерекшелігін көрсететін, мемлекеттік деңгейдегі бірегейлік, қайтсек бірегейлендіреміз, ұлттық деңгейдегі ұйымдастырушылық қызметінің өрісін кеңейтудің дәйекті құралы болатын, ол лексикографиялық еңбектер, жаңа мен айтып өткен, соларды зерделеу, солардың жаңа тілдік материалдарын әбден зерттеу, және соларды жаңа жазу үлгісіне көшіру. Осымен байланысты бұл қазіргі латын әліпбиіне байланысты бұл тың ізденістердің қатарында деп мен ойлаймын. Енді осы мәселеге осылайша мән берудің қандай мақсаты бар? Қандай мақсатқа бағытталады осы мен айтып тұрғандайым? Бұл айтылып келгенде біріншіден, бұл тәуелсіз Қазақстан жағдайында қазақ тілінің ұлттық және мемлекеттік тіл ретіндегі қазақ тілі лексикасының мәдениаралық коммуникациядағы лингво-этномдық қызметін көрсетеді. Одан кейін тіл және мәдениет шеңберінде қазақ тілінің тұтас этнотаңбалық жүйесін танытады. Және рухани құндылықтардың лингво-прагматикалық, лингво-мәдени негізде жаңаша таңбалануы, яғни жазбаша таңбалануы, дұрыс жазылуы арқылы оқыту тәжірибесінің қоғамдық әлеуметтік тәрбиенің сапасын көтеру мақсатын ұстайды деп ойлаймын. Енді бір мәселе, екінші слайдтаршы, осы мәселелерді термин жасам ісіне байланысты да қарастыруға болады. Мысалы, қазір бәрімізге белгілі тұсаукесер деген термин кеңінен қолданылып жүр. Ал шын мәнінде ол әуелде таза этнографизм болады. Ал енді термин жасағанда да ұлттық таныммен сабақтастық, соның негізінде жаңағыдай тұсау кесудің өзінің таза номинативті тура мағынасы бар ғой. Тұсауын кесу, ол жаңағы ата кәсібіміз малдауы болса, жаңағы жылқының тұсаулап қояды, тұсауын шешеді, тұсауын кесу. Одан ол соны қарай қанымдық деңгейге шығарып, тұсау кесу этнографизм қалыптасса, енді таза төл терминдік балама табу үшін тұсаукесер өте бір сәтті қолданылып жүрген. Қазір презентация терминнің орнында термин. Себебі осының барысында тілдің рухани әлеуметтік жаңғыруларға сай, немесе осыған байланысты, терминдерге байланысты. Жаңағы мен айтып өтірген санадағы бірігу, яғни қанымдағы адамдардың біздің ұлттық танымымыздағы ұғымдарды бірігу керек санамызда. Сол тұрғыдан келіп қарағанда, сол сыртқа шыққанда, енді жазбаша бейне болып шыққанда, ол бірігіп жазылады. Мысалы, қоғамдық саяси атаулар саласында елбасы, жанұя, төраға, деген сияқты сөздер, немесе жаңағы тіркесті тұрғыдан алып қарағанда жас үйлер, көкек ана деген мысалы қазір әлеуметтік үлкен бір мәселенің біреуіне айналды. Оларда Қалбике Есенованың жұмысында өте жақсы түсіндіріп берілген. Немесе экономикаға байланысты мынадай сөздер, ғылымға байланысты, осы мәселенің өзектілігі байқалады ғой деп ойлаймын. Сонымен саяси әлеуметтік тіптен экономикалық орта өзгерістерде тілдің қоғамдық санаға қатысты танымдық, ақпараттық қызмет атқаруының тұғыры, ол мемлекеттік мүдде тұрғысынан қоғамдық санада түбегейлі жаңғыру өзгерістерін атқарушы өзекті тетік ретіндегі егеменді қазақ мемлекетіндегі жазу таңбасын латын қарпіне көшіру. Яғни бұл біздің қазіргі тілдік тұтынушының санасында қалыптастырып, содан кейін визуалды жазу арқылы көрінген таңбасында осындай сауатты және жаңағы
танымға сүйеумен тіркесумен бірігуін көрсету, жазуда, таңбалауда соны пайдалану бұл ерекше. Енді әсіресе бұл енді мәдени тұрғыдан қазіргі тіл мен мәдениет сабақтастығында бұл латын әліпбиіне көшудің көп практикалық та теориялық та жағынан өзекті мәселелері көп. Себебі соның барлығы, мысалы, жарнамаларда болсын, неше түрлі жаңағы мекемелердің атауларында көбінесе этнографизмдер болады, көбінесе этно атаулар болады. Солардағы осылардың көбі сондай атауларға негіз болған. Солардың жазуын көріп отырып тек қана жай көріп қана қоймай, соны көруші қазіргі жас ұрпақтың санасында олар әрбір ойланады ғой ол. Мысалы, ол тұсаукесер деген не ол? Немесе жаңағыдай тағы да атауларды айтқанда. Сондықтан осындай тілдік мұра арқылы ұлтты ел мәдениетін барынша толықтырудың жазу үлгісін жасау, бұл қазіргі ұлттық мәдениеттің кілтін ашуға, ұлттық мәдени кодты кілтін ашуға көмектеседі деп ойлаймыз. Сондықтан да бұл енді осы мәселелерді жаңағы латын алфавитіне көшірген тұста қалай пайдалануға болады, осыны когнитивтік жағына, танымдық жағына қалай мән беруге болады деген мәселе меніңше бұл қазір қажет және көбінесе әлі де жаңадан ғана қолға алынып жатқан, алынуға тиіс бұл үлкен перспективалы мәселе деп санаймын. Себебі оның танымына тереңірек үңілгенде ғана біз жаңағыдай оның әдістемелік немесе жаңағыдай жазу қолданысындағы кейдегі бір әртүрлі алағұлалықтарды жоюға, соны біріздендіруде, соның барлығына бір қағида ойлап тауып жаңағы танымға байланысты соны бір жерде топтастырып, сондықтан неге мысалы майдың мысалы бір түрі бірге жазылады, немесе біреуі бөлек жазылады деген сияқты нәрселерді қайтсек соның ережесін қалыптастырамыз, тілдік заңдылығын түсіндіреміз дегенде осындай мәселелерге көңіл бөлу керек шығар деп ойлаймын. Сондықтан біздер біріншіден жаңағы бөлімнің жұмысының негізінде қазір біз үлкен жұмыс жасап жатырмыз. Мен өзім осы тектесіне де үлкен сөздік жасау маған жоспарланған менің неме. Сосын валенттілік теориясына сүйене отырып, танымдық және коммуникативтік тілдің жаңа қызметін тоғыстырып, осындай жұмыстар жасаймыз. Ол айналып келгенде латын әліпбиіне өзіндік үлесін қосады ғой деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет апай. Тек қана сіздің өзіңіз білесіз, қазір жұмыс